Сәлеметсіздер ме? Қал жағдайларыңыз қалай? Сіздермен бірге мен Айгерім. Бүгін осындай керемет дәмді болып шығатын қамыр оралған шұжық дайындаймыз. Алдымен қамырымыз дайындап аламыз. Ол үшін 1 кесе жылы сүт, 1 кесе жылы су, 1 пампушка ертіп саламыз, 1 жұмыртқа, 2 ас қасық шекер, 1 шай қасық тұз, 2 қасық сұйық май және де ашытқы салып, қамырымызды илеп аламыз. Жылы жерге қойып, көтерілгенше 1 сағатқа қоямыз. Содан соң қамырымыз көтерілгеннен кейін осылай кішкене бөліктерге бөліп, ұзынша етіп орап аламыз. Содан соң шұжықтарымызды қызып тұрған пешке 10 минуттай қызартып қойып аламыз. Сол кезде шұжықтың мына бетіндегі сулары кішкене құрғайды. Ол бір, ал екіншісі сәл өзгеше дәм береді. Мінекей қызартып болдық. Енді алдын ала дайындалып алған қамырымызға шұжықтарымызды орап шығамыз. Осылай астынан бастайсыздар. Шұжығым кішкенте болғандықтан менде осылай 3 орам шықты. Яғни астынан қайтадан бітіресіздер. Сол кезде шұжықтарыңыз әдемі болып көрінеді. Мынандай қылып пешке қыздырып алғаннан кейін осы қамырды ораған кезде шұжық сулы болмайды. Қамырларыңыз нық-нық оралады. Міне осылай астынан бастайсыздар. Қайтадан 3 орам ораймыз. Қайтып астынан бітеді. Яғни қамыр ұзында болса, сәл бөліп алсаңыздар болады. Мінекей шұжықтарымыз әдемі болып шықты. Пешіміздің қалыбын майлап үстіне қойып, кішкене көтерілгенше қоя тұрамыз. Содан соң үстіне жұмыртқаларымызды жағып шығамыз. Видеом ұнап, пайдалы болып жатса, арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздердің қолдауларыңыз маған өте қажет. Мені қолдап, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Дайын болған шұжықтарымызды пешке орналастырамыз. Мінекей барлығы дайын болды. Өте керемет болып шықты. Қамыры жұп-жұмсақ, көтеріліп, әдем болып шыққан. Қазір ортасын кескенде де қамырдың іші суланбай әдем болып шықты. Яғни бұл біздің шұжығымызды жаңағы пешімізге салып алғанның арқасында. Және дәмі де сәл өзгеше болып шығады. Міндетті де жасап көріңіздер.